Баршаңызға ассалаумалейкум, қайырлы күн достар. Сіздермен бірге тәтті тізім каналы. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге өте пайдалы ГХИ майын жасайтын боламыз. Қазіргі кезде көптеген нутрициолог пен диетологтардың ұсынып жатқан ГХИ майын үй жағдайында жасап үйренетін боламыз. Тортасынан ажыратылған сары май. Бұрын әжелеріміз күйдірілген сары май деп те атап жүрген. Ертеде әжелеріміз, аналарымыз бұндай майды көптеп қолданатын болған. Қазір сіздерге осы пайдалы майдың дұрыс дайындалу тәсілімен бөлісетін боламын. Видеом сіздерге пайдалы болады деген үміттеміз. Сол үшін видеоны ақырына шейін қарап, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, ендеше бастайық. Достар, бізге керегі осында деревенский атты 3 пачка 82% сары май керек болады. Ең алдымен осындай шұңғыл ыдысымызға сары майымызды бөліктерге бөліп кесіп салып аламыз. Және де жанып тұрған орташа отқа қоямыз. Және де оның ерігенін күтеміз. Және де осылай еріп бастаған кезде, қайнап бастаған кезде оны 1,5 сағаттай қайнатамыз. Достар, мінеки көріп отырғандарыңыздай қайнаған кезде оның бетіне осындай аппақ көбіктері шығатын болады. Осы көбіктердің барлығын алып тастаймыз. Себебі ол көбікте өте зиянды заттар көп. Достар, көріп тұрғандарыңыздай осы сары майдың беті тазарғанша көбіктерін алып отырамыз және баяу отта қайнатамыз. Мінеки достар, көріп отырғандарыңыздай осы сары майымызда уже дайын болып қалды. Ендеше оттың астын өшіріп және 1-2 сағатқа суға қалдырамыз. Енді майымызды сүзгіден өткізіп сүзіп, таза ыдысымызға құйып аламыз. Және де шетінен тамаққа қолдануға болады. Бұл май өте пайдалы майлардың біреуі болып келеді. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Достар, бұл майды қалаған тағамдарыңызға қосып пайдалануыңызға болады. Себебі бұл өте адамның ағзасына пайдалы май. Бұны холодильникке салмай-ақ былайынша сақтауға да болады. Бұл тоңдаған кезде светі осылай өзгереді. Бұл майды жөтелге қарсы да қолдануға болады. Ыстық қыздырып тұрған сүтке 1 қасық осы майдан салып ішсеңіз жөтеліңіз басылады. Ал достар, видеом пайдалы болған болса, міндетті түрде каналға жазылып және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.